бәрін дайындап жатырмын. Осы кезде майымызды қыздырып қойсақ та болады. Мен асқа қосатын сұйық майды қостым. Қыздырып сковородкаға кішкене 3-4 қасық құйып, ол кезде мен видеоға алмаппын. 3-4 қасық құйып қыздырып аласыздар. Горохты салдым, үстіне кішкене тұз қосып жібердім және қызып тұрған майды құйып араластырамыз. Салатымыз дайын. Ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Күйеуім қатын жанына салатын керемет болып шығыпты деп 2 тарелка жеп алған салаттан бүгін рецептін сіздерге ұсынатын боламын. Бірінші барлық ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай бәрі керемет болып шықты. Осылай баклажанымызды бірінші турап үстіне су құйып қоямыз, ашты дәмі шығу үшін. Қызыл жасыл аралас перістарымызды турап аламыз. Жақсылап тұрып. Енді қызанағымызды турап, блендерлап, осылай сок дайындап аламыз. Мінекей қараңыздар, қандай керемет қып-қызыл болып шықты. Дәмі өте күшті. Мінекей ауылдың қызанағы болған соң соғы әдемі болды. Енді сәбізімізді теркадан шығарып аламыз. Мінекей сәбізіміз дайын. Пиязымызды турап аламыз. Барлық ингредиенттерді турап дайындап алдық. Енді қазанымызға, кастрюлямызға немесе майымызды құйып, осылай пиязымызды салып, жақсылап қуыратын боламыз. Қып-қызыл болғанша жақсылап қуырамыз. Енді қуырылғаннан кейін кемінде 15 минут қуырылады. Сәбізімізді салып, сәбізімізді де жақсылап 10-15 минут қуыратын боламыз. Арасында осындай тұз сеп қойсаңыздар жақсы болады. Тұзы дәмді болып шығады. Мінекей сәбізіміз жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне мен қызыл перістімізді салдым және 10 минуттай қуырып алдым. Мінекей перісіміз қуырылды. Енді үстіне баклажанымызды салып, онда жақсылап қуыратын боламыз. Арасына дағы тұзымызды сепсек болады. Сонда тұзымыз жақсы дәмі болады. Енді жақсылап қуыратын боламыз. Қуырып болған соң үстіне бағана шығарылған томатымызды салатын боламыз. Мінекей қараңыздаршы, қандай керемет болып қуырылып жатыр. Енді үстіне мінекей томатымызды құйдық. Мен 1 килограмм көкөністерге 4 килограмм томат салдым, қызанақ салдым, томат сок дайындап. Мінекей осындай арасында араластырып тұрамыз, астына жабысып қалмау үшін. 2 сағат қайнағаннан кейін чеснок, дәмдеуіштер саламыз. Ол чеснок, петрушка, мен душистый перец деген бар екен, соны салдым. Арасында жақсылап араластырдым. 2 қасық кинза салдым. Үгітілген түрінен салдым. Ол дәмін керемет істейді. Дайындап көрсеңіз де болады. Ашты дәм шықпау үшін қант қостым, душистый перец деген бар екен, соны қосып дайындап алдым. Мінекей 2,5 сағатта салатымыз дайын болып шықты. Банкаларымызды стерилизовать етіп, осылай жауып тастадым. Мінекей менде 5 литр шықты.
Енді дәмін айта алмаймын, жасап көруіңізге кеңес беремін. Мені қолдап, видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Алда тағы күшті рецепттер болады. Ал бізге ас болсын. Қыста күшті дәмді салат жейміз. Мен осы лечо салатын дайындап өкіндім. Неге өкінгенімді видеоның соңына білетін боласыздар. Бар жоғы 3 ингредиенттен жасалатын бұл салатымызды бірге дайындайық. Мен үйдің осындай қызанағын дайындап алдым. Килограмм барлығын описаниеде жазып қалдыратын боламын. 2 түрлі қызыл және жасыл бұрыштан алдым. Петрушка және чеснок дайындап алдым. Енді бірінші жуып, жақсылап тазалап, қызанақтарымызды осылай жуып, жақсылап тазалап, турап аламыз. Неге сіздер басқа қызанақтың түрінде пайдалансаңыздар болады. Қызыл болса, етті болса, дәмді болады екен салатымыз. Неге мен осындай әртүрлі бөліктерге бөліп алдым. Және оны блендерден шығарып аламыз. Неге қызанақтарымызды турап дайындап қойдым. Енді қызыл бұрышымызды осылай мен кішкентай бөліктерге бөліп алдым. Турап сіздер қалауларыңызға қарап қызыл бұрышты ортасынан 4-ке бөліп солай жасасаңыздар болады екен. Маған нанмен жегенде ыңғайлы болсын деп осылай кішкентай бөліктерге бөлдім. Кубик тәрізді. Қалауларыңызға қарап дайындай берсеңіздер болады. Осындай әдемі, қазір сезон күшті болып тұрған кезде осындай салаттардың түр-түрінен банкаға жауып дайындап алсаңыздар, қыста керемет салат болады. Қыста деген мантымен де, палаумен де жегенге өте дәмді болады екен. Мен бұл салатты бірінші рет жасауым, бірінші реттен өте керемет болып шықты дәмі. Енді айта алмаймын. Неге қызыл перецтерімізді осылай турап алдық, дайындап алдық.
Қызыл перістеріміз дайын. Турап алдым. Енді блендердан қызанақтарымызды шығарып аламыз. Ет тартқыштан да шығарсаңыздар болады. Қалауларыңызға қарап. Мен блендермен шығарып алдым. Езіп сок тәрізді болады екен. Дәмі күшті болады. Мінекей. Осылай блендермен бәрін шығарып аламыз. Мінекей соктарымыз дайын, қызанақтарымыз. Енді оны кастрюлямызға құйып, астын жай отта қайнататын боламыз. Қайнап шыққанда көбігін алып тастаймыз. Сонда салатымыз дәмді болады. Енді дәмдеуіштерді дайындап алдым мен. Қызанағымыз қайнап жатқан кезде ол тұз, қант, кориандр, қара бұрыш, май, сарымсақ және петрушка. Енді 5 минут қайнағаннан кейін қызыл және жасыл бұрыштарымызды осылай қосып алдым. Және 5-10 минут қайнатып аламыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Осы кезде қыздар араластырып тұрамыз. Аст жабысып қалмасын. Енді тұзымызды салдық. Және қантымызды саламыз. Қантымызды ашты дәмін алу үшін салатын боламыз. Томаттың ашты дәмін кетіру үшін. Мінекей, осылай арасында араластырып тұрамыз. Мен петрушканы көп қостым, өйткені біз жақсы көреміз. Петрушка көп болса, қалаларыңызға қарап аздау қоссаңыздар да болады. Мінекей, осылай араластырып тұрамыз. Өте күшті, өте дәмді болады. 5 минуттай қайнағаннан кейін сарымсағымызды да қосатын боламыз. Енді кориандр қостым мен. Сөйтіп араластырдық. 5-10 минут. Осылай әр ингредиентті салып 5-10 минут қайнаттым және қара бұрышымызды салып 10-15 минут қайнағаннан кейін салатымыз дайын болады. Банкаларымызды стерилизация жасап, банкаларға құйып, ұзын жауып, ыстық жерге орап қоямыз. Мінекей, менде ровно 2,5 литр шықты. Өкінгенім, видеоның басында айтқандай, өкінгенім көп мөлшерде жасамағаным болды. Өйткені мына салаттың енді дәмін айтып жеткізе алмаймын. Бірінші рет жасағаннан шығатын салат. Видеоның соңына дейін қарап, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырғандарыңыз үшін рахмет. Алда әлі рецепттер болады. Бұл рецепті маған комментарийде жазған еді. Күтеміз деп, Мінекей, мынамен жеп көріңіздер. Өте дәмді болады. Ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәлем достар, Рамазан айы мүбәрәк болсын. Ұстаған оразаларыңыз, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін біз осындай ресторандағыдай салат дайындайтын боламыз. Қызылшадан. Білесіздер, қызылша балаларымыздың, өзіміздің иммунитетімізді көтеріп, жақсы көмектеседі, гемоглобинімізді көтеріп. Ендеше кірісеміз. Керекті ингредиенттеріміз ол салатный микс, қызылша піскен, греческий йогурт, лимон және ядро кедрового ореха қосасыздар. Зелендарымызды жуып аламыз, көкеттерімізді. Бұның орнына руккола қоссаңыздар да болады. Оригинал рецептте руккола қосқан. Осылай теріп шығамыз тарелкамызға. Тарелкамыз жалпақ болса әдемірек болады. Қызылшамызды мен үлкен кубик турап алдым. Оны да домалақтап арнайы насаткамен кесіп алсаңыздар да жақсы болады. Енді осылай безендіріп аламыз. Лимондарымызды саламыз. Қалауларыңызға қарап апельсинді қоссаңыздар болады.
Осылай енді қызылшаларымыздың арасына греческий йогуртымызды саламыз. Бұл өте дәмді салат екен. Мен бір кафеге барғанда жеп көрдім. Маған ұнады. Өзім де үйде дайындап көрейін деп шештім. Осылай йогурттарымызды саламыз. Йогурттың орнына айран да салсаңыздар өте дәмді кетеді. Енді ядро кедрового ореха дегенімізді, ол бобовый болып есептеледі. Өте дәмді, гемоглобинімізді көтереді. Осылай салып шығамыз безендіріп. Енді менде соус, цезарь соусы. Басқа да соустарыңыз болса, бальзамический соус қоссаңыздар да болады. Қалаларыңызға қарап. Болды. 5 минутта салатымыз дайын. Ас болсын. Маған каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, бүгін біз осындай хрустящий, әдемі қып-қызыл баклажан дайындайтын боламыз. Ол үшін бірінші баклажандарымызды жақсылап жуып аламыз, және сыртын осы видеодағыдай тазалап аламыз. Керек емес шеттерін. Дәмі енді керемет шығады. Видеоның соңына дейін қарап, көріп жасап дайындап көрулеріңізді ұсынамын. Осылай турап аламыз. Сыртын тазалап, жақсылап. Қалаларыңызға қарап турасаңыздар болады. Домалақ қып турасаңыздар да болады. Соломканы сәл кішкентай қып турасаңыздар да болады. Именно осы рецептпен салатқа да дайындасаңыздар болады. Бірақ мен салатқа емес, өзім жеуге дайындадым. Менің ұлым жақсы көреді. Сөйтіп тез-тез дайындап тастадым. Осылай бөліп дайындап алдық. Және осы мискамызға су құйып, тұсап қоямыз. Баклажанның ашты дәмі шығу үшін 10-15 минут осындай тұрса жақсы болады. Суда тұрса. Енді 2 жұмыртқаны шағып, үстіне тұзын салып, жақсылап араластырамыз. Пісіру үшін дайындаймыз. Екінші мискамызға ұн саламыз. Енді суымызды төгеміз. Бағана су қойып қойған. Бірінші ұнға малып аламыз баклажандарымызды. Пакетке салып, ұнды пакетке салып, үстіне баклажанды салып араластырсаңыздар да болады. Мен осылай мискаға жасап алдым. Майымызды құйып қыздырып аламыз, және осы массамызды, баклажандарды бірінші ұнға малып, сосын жұмыртқаға малып, сковородкада қуырып аламыз. Үстін жақсылап қызартып, 5 минут, 7 минутта дайын болады. Екі шетін қызартып қуырып аламыз. Осылай екі шетін әдемі пісіріп дайындап алдық. Мен оған қосып чесночный соус дайындадым. Чесночный соуспен әдемі кетеді. Помидорларыңыз болса да күшті кетеді. Дайындап жеп көруді ұсынамын. Дайын. Баклажандарымыз іштері жұмсақ, сырттары хрустящий болып, күшті болып шығады. Чесночный соуспен дайындап көрулеріңізге ұсынамын. Ас болсын. Осылай тез-тез жеп алдық. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар.
Пай, мына ашытылған қырыққабатты қараңыздаршы, қандай керемет. Дәмін айтып жеткізе алмаймын. Оның пайдасы өте орасан көп. Келіңіздер, бірге дайындайтын боламыз. Алдымен бізге керекті ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Ол бізде қырыққабат, сәбіз, 3-4 чеснок, уксус және дәмдеуіштер. Ол бізде қант, қара бұрыш, лавр жапырағы, укроп, мен кептірілген укроп қостым, және тұз. Бірінші қырыққабатымызды осылай майда тәрізді қылып турап аламыз. Үстінен сәбізімізді теркадан шығарып аламыз, және тұзымызды жақсылап себіп үстіне дайындап қоямыз, және дәмдеуіштерімізді салатын боламыз үстіне, және бір ас қасық уксусты салатын боламыз, және жақсылап тұрып қолымызбен езіп араластырып аламыз. Дәмдеуіштер бәр жеріне қырыққабаттың тиюі керек. Енді мінекей бір келкі болды, және жуылған банкаларымызға салатын боламыз. Үстін басып тұрып саламыз. Аралары ашылып қалмауы керек, бос болып қалмауы керек. Мінекей осындай банкаларымызға жақсылап тұрып салып шығамыз. Менде осы бір қырыққабаттан 2 банка ашытылған қырыққабат шықты. Бұның пайдасы өте, ағзамызға пайдасы мол. Енді осы банкамыздың аузын жауып 2 күнге ашытып қоямыз. 2 күннен кейін қырыққабатымыз дайын. Бұл қырыққабатты палаумен де әртүрлі гречка, макарон, сондай тағамдармен қосып жесеңіздер өте дәмі керемет болады. Мен винегрет салатына да қосамын. Мінекей, астарыңыз дәмді болсын. Дайындап көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Алда әлі рецепттер көп болады. Рахмет.
Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Алдымызда қыс келе жатыр. Осындай салаттарды көп жегенді ұнатамыз. Магазиннан 2000-3000 теңгеге алғаннан көрі келіңіздер, мен сіздерге осының рецептін тегін беремін, бірге дайындап көреміз. Бізге керек болады Пекин қырыққабаты. Мен екі данасын қолданатын боламын. Қалауларыңызға қарап, көп мөлшерде 3-4 де қолдансаңыздар болады. Бірінші қырыққабатымызды жақсылап жуып алатын боламыз және сапалы тұзымыздан пайдаланатын боламыз. Осылай 4 бөлікке, үлкен бөліктерге бөліп аламыз. Пекин қырыққабатымызды және үлкендеу ыдысымызға салып шығатын боламыз. Осылай салып, жақсылап тұздайтын боламыз. Тұзымызда сапалы болғаны жақсы. Араларын ашып тұрып, тұздарды сеуіп аламыз. Осылай тұздарды себіп, осылай жақсылап тұздап боламыз және үлкенде ыдысымызға салып, үстін жауып, ауыр затпен бастырып қоятын боламыз. Кемінде 1 күн тұруы керек. Осылай арасында 3-4 сағаттан кейін араластырып, орындарын ауыстырып қоямыз. Жақсылап және қайтадан бастырып қоямыз. 1 күн өтуі керек. Енді 1 күннен кейін капустамыздың мөлшері азайып, жақсылап сулары шығып, көріп тұрсыздар, әбден су шыққан. Енді осы қырыққабатымызды жақсылап жуып аламыз, тұзынан кетіріп аламыз. Араларында жақсылап жуамыз және басқа ыдысқа салып қоямыз. Енді тұздығын дайындайтын боламыз. Бізге керек лавр жапырағы, чеснок 4-5 данасы, қара бұрыш және ашты және қызыл бұрыштың езбесі. Оны мясорубкадан алдын ала шығарып дайындап қойдым. Ашты бұрыш және қызыл бұрышты. Описанияда грамын жазып қалдыратын боламын және су қолдандым. Бәрі ингредиенттерімізді қосып араластырып аламыз. Тұздығымыз дайын болды. Қатты суды көп құйып жібермеңіздер. Тұздығымыз дайын, әп-әдемі қып-қызыл болып, қараңыздар, қандай керемет болып тұр. Енді басқа ыдысымызға қырыққабаттарымызды салып, жақсылап жайып аламыз және осы тұздығымызды қолымызбен салып шығатын боламыз, арасына сүріп шығамыз. Қалауларыңызға қарап, перчаткамен, қолмен де жасасаңыздар болады. Ыңғайлы етіп. Көп жағып жіберудің қажеті жоқ. Егер үйде кішкентай балалар болса, ашты болып кетеді. Осылай бәр жеріне тұздығымызды жақсылап сүріп шығамыз. Үстін басып, тағы 1 күнге қалдыратын боламыз. Бір күннен кейін контейнерлерге салып, холодильникке салып сақтасақ болады. Осылай күшті, дәмді, хош иісті, күмбір
Salatlarımız dayın, nasip olsun. Mening kanalıma tirkelүүнү unutmаңыздар.
Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз жақта үлкен жиындарда көп жасалатын май самса дайындайтын боламыз. Келіңіздер, менімен бірге дайындаңыздар. Алдын ала қамырын дайындап алдым мен. Қамырына 1 жұмыртқа, 3 ас қасық сұйық май, тұз дәміне қарай және су құйып қамыр елеп алдым. Осындай домалақ қамыр болды менде. Ол қамырымызды 15-20 минут, жарты сағат демалдырып қоямыз. Және демалғаннан кейін оны жайып шығамыз. Осындай домалақ жайып шығамыз. Енді оны кесеміз. Мантыға кескендей қып кесеміз. Видеода тоже көрсетіп тұрмын. Осылай кесіп аламыз. Бірақ кубик тәрізді қып емес. 4 бұрыш дейді ғой, сондай қып кесеміз. Қатты майда қып та кесіп жібермеңіздер. Енді салмасын мен алдын ала дайындап алдым. Салмасына картоп пен пюре дайындап алдым. Және қазір көктемде күшті болып шығатын, арықтың бойында өсетін, құдықтың шетінде өсетін жалбыз бар. Соны майда қып бірінші жуып, оны майдалап, тазалап турап алдық. Және пюремізге қосып, салмасын дайындап қойдым. Ол суып тұр менде салмасы. Енді осылай кесіп жаттым. Видеода қарап көрсеңіздер болады. Сіздер осындай самса жасайсыздар ма? Жасасаңыздар комментарийда жазып кетіңіздер. Мен бәрін оқып қарап отырамын. Осылай жақсылап әдемі қып жайып, әдемі қып кесіп, енді әдемі қылып форма кесеміз. Мына қарап тұрыңыздар. 4 бұрыш, кубик тәрізді емес. Жақсылап кесіп дайындап аламыз. Қамыр жайып жатқан кезде қыздар, тереземіз ашық болмасын, қамырымыз қатты болып қалады, кеуіп кетеді дегендей. Осылай бәрін кесіп дайындап алдық. Қамырларымыз дайын. Енді оны жаямыз. Міне салмасы менде су дайын болып тұр. Сіздер қалауларыңызға қарап, етпен де дайындасаңыздар болады. Ет пиязбен алдын ала кішкене пісіріп жібереміз, етті қуырып. Осылай дайындап алдық. Қамырларымызды жайып алдық және салмасын салдық. Мен бір пиалаға су дайындап қойдым. Шетіне сулап самсамызды бөгіп шығатын боламыз. Мінекей, осылай бізде үлкен жиындарда көп жасалады. Осындай май самса деп айтамыз. Осылай әдемі болып тұрады. Бұны берекелі самса деп атасақ та болады. Осылай самсамыздың формасын дайындалдық. Енді бүгіп шықтық. Өте молынан шығатын самса бұл. Мен 3 картоп пен пюре жасадым. Сіздер қалауларыңызға қарап, начинкасын өзгерсеңіздер де болады. Мінекей дайындап алдым. Және осы кезде газға майымызды құйып дайындап аламыз. 2 шетін қызартып пісіріп аламыз. Мінекей дайын болып шықты. Ас болсын. Видеоны соңына дейін қарап көргендеріңіз үшін рахмет. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар. Мінекей іші ауыз ашқанда әдемі болып тәтті қып жеп алдық. Ас болсын.